Өмір біз ойлағандай керемет бола бермейді екен. Сен ойламаған жерден әртүрлі тосын жайттар болып жатады. Сондықтан өмірде кездескен соққыларға төтеп беріп, ары қарай мықты өмір сүруге үйрену керек. Мен де сондай бір өмірдің соққысына сынбай, ары қарай мықты өмір сүріп жатқан жандардың бірімін. Менің есімім Сандуғаш. Жасым 40-та, Құдайдың берген 5 перзентім бар. Қазір менің өмірімде сондай бір сынақ өтіп жатыр. Ол сынақ балаларымның тәрбиесі. Енді өте бір қатты тәрбиесізде емес балаларым, бірақ сол балаларымды ешкімнен кем қылмай өсірем деп, көңілдеріне қарап, сәл тәрбиесіне мән бермей қалған сияқтымын. Қазіргі арманым, көңілі жарым, жесір болып қалған мына мені балаларым шаршатпай, айтқандарымды істеп, тәрбиелі болып өссе екен деймін. Мынаны түсірейікші, осыған күшті ғой. Ой, жоқ, мынаны түсірейікші, онша емес. Ой, бұл қалып кетті ғой. Міне жаңасы, осыны белейік. Есесі не? Онай болады қимылдары. Шуламаңдар, сөйлеңдерші. Бәрібір ескі ол. Қойшы деймін, неге бір айтқанда мақұл дей салмайсың? Өзің-ақ біліп еш, білмеймін мен. Ей, жай деймін, кедергі жасап жатсыңдар. Неге айқайлайсың? Мен сенен үлкенмін, олай айқайлама маған. Өзім білемін, сенен сұрамаймын, кетші бар. Қойыңдаршы шулай өрмей. Бет ашықтап жердіңдер ғой. Аузыңды жап дедім саған, қоймайсың ғой бір. Ой, не болды сендерге, а? Бір-бірлерімен сонша ұрсасыңдар. Айтсам тыңдамайды. Басым ауырып кетті ғой ұрыстарымның. Жүріңдер маған көмектесіңдер, жүр. Қойшы түрек істемеймін, шаршап тұрмын. Ой, бірмай. Билегенде шаршамайсың, е? Тірлікке келгенде не әңгіме мынау? Біз ұрсып, көңіл күйіміз түсіп кетті. Істеме қойайықшы. Болды, сылтау тоқтатыңдар, болыңдар. Солай істеңізші. Мен тынышталатын болды ғой. Туй! Жүр, тым болмаса сен көмектесші, жүр. Туй, шаршап тұрмын. Оның үстіне көңіл күйім жоқ. Не болған бәріңе бірдей, а? Менен көп қой сендердің проблемалары. Қыздар тұр ғой, соларға айтсаңызшы. Олар да шаршап отыр екен. Көңіл күйлері жоқ екен. Не көңіл күй оларда? Тұрыңдар, не үшін жатырсыңдар? Жарайды, өзім-ақ істеймін, отыра беріңдер. Не үшін жатырсыңдар? Тұрып көмектесе салмайсыңдар ма? Қойшы шаршап тұрмын. Ой, қойыңдарш. Кімнің көңіліне қарай беремен? Өзімде де проблема жетеді. Басқа нәрсеге уақыт жоқ менде. Аға суретім қалай шыққан көрінісі. Мә, әдемі екен. Тура өзің осы қыз. Сала бер. Қазір тағы біреуін салам. Сала бер. Саламасаң өзім үйретім. Қайдағы суретші бұл? Қолына қаламда ұстай алмайды. Дайнан түсіреміз кейін. Қырсайық, сық сияқты ғой. Жоқ, нағай. О, давай күшті. Сендер трансформа қондар. Кал, ұсып қалсыңдар. Жап аузыңды. Ой, тағы да бастадыңдар ма? Қойыңдарш. Өздер ғой. Шайларын жақсылап ішіп алыңдар. Сосын қонаққа барамыз. О, қандай қонаққа? Кімнің үйіне? Біз білеміз ба? Білмейсіңдер сендер оны. Біздің жұмыста әріптес бір ата. Мен сендерді сол үйге қонаққа апарам деп шештім. Бірақ барған соң мінездеріңді көрсетіп, улап, шулап жүрмеңдер. Ол ата.
немерелерімен ғана тұрады. Ұят болады. Түсіндіңдер ма? Шайларын жақсылап ішіп алыңдар, сосын киініңдер. Қас ішіп алайын. Бопты қаз. Жүріп кеттік. Көмектессеңдер. Аманбысыңдар қарақтарым, кәлі төрледіңдер. Кәлі киімдеріңді шешіп, әпкелеріңе беріңдер. Жоғары шығыңдар. Асықпаңдар. Кәлі төрге шығыңдар, бұлай қарайды ағай. Аман-есен жақсы жетіп алдыңдар ма? Шаршаған жоқсыңдар ма? Рахмет ата, жақсы жеттік, рахмет. Қызым, қалайсың, жақсысыңдар ма? Жақсы шүкір. Өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы шүкір. Сабақтарың бәрі дұрыс па? Сабақтарым жақсы. Жақсы екен. Балалар, онда ана жаққа барып, атаның балаларымен танысып, ойнаңдар, жарай ма? Яланмен отыра берейікші. Отыра берейікші. Отыра берсін де бұлар. Қане, жылдам ана жаққа барамыз, өзім шақырам. Ой, жеңдер кетті. Бәрін қараңдар, танысып қойыңдар. Бұл балалар Сандуғаш апайдың балалары. Ал біз осы үйдің қыздарымыз. Менің есімім Бағила, Айдана, Аружан, Назым, Айша және Диас. Ал сендердің есімдерің кім? Менің есім Дасан, қарындастарым Балнұр, Гүлім, Сезім және інім Данияр. Нема, сендерде бала жоқ па? Ғой мен. Жоқ, ондай емес. Меніме жасты деген ғой. Меніме қатарлас дегендей. Менімен де жасты бала жоқ па? Сен өзің мына баламен жасты сияқтысың ғой. Қайдағы үлкен адаммен? Ол әлі бала ғой? Жоқ, бізде осы 5 қыз, 1 ұл бала. Келіңдер, отырыңдар. Бәрін жасысыңдар ма? Оның үстіне ұқсамайсыңдар ғой бір-бірлеріңе. Неге ұқсамаймыз? Ұқсаймыз бір-бірімізге. Ең бастысы бір-бірімізге деген бауырмалдық сезім. Жоқ, сендер түсінбедіңдер. Мысалы, үшеуіңіз бірдей жаста сияқсыздар, соны түсінбей тұрсыздар. Ол жағын білмей қойсаңыздар, оданша басқа нәрсе туралы сөйлесейік. Жалпы үйлерің күшті екен. Ноутбукта ойындарың бар ма сенің? Жоқ, мен мүлдем ноутбук ойнамаймын. Мүмкін емес. Онда не үшін тұр ана ноутбук? Айта берсе қандай ойындарың бар? Көректі ойнап. Ол атамның жұмыс ноутбугі. Менде ноутбук түгілі телефон да жоқ. Атам ешқайсымызға рұқсат бермейді. Ондай да бола ма не? Рұқсат етпеу? Шын айтып отыр. Ешқайсымызда телефон жоқ. Кішкентайымыздан ұстаған емеспіз. Өйткені денсаулықтарыңа зиян, әлі ерте деген соң кейін алып береміз деген. Онысы жақсы екен. Бізде деген 24-те жеті телефон қойғасымызда. Сонда не істедіңіз олқа? Ешеріңіз ауырмайды, ұстап жүріңіз ғой. Кішкентай кезінде көп телефон қарасаң, өскенде өзіңіз зиян етеді деп айтқан. Сондықтан біз телефонға жоламаймыз. Жақсы. Шыны керек ата. Мен балаларым айтқан тілім тыңдамайды. Не істейтінімді де білмеймін. Ал сіз болсаңыз, өзіңіз болсаңыз да балаларыңыз сондай тәрбиелі. Жақсы екен. Олар енді қалайда қарағанда бала ғой әлі. Бекерден бекер көңіліңді босатпа қызым. Әлі олар сенің үмітіңді ақтайды. Сондықтан шыда. Үлкен ұлым міне енді 9 сыныпты бітіреді. Қыздарымды айтқан тілімді алмайды. Өзімнің проблемаларым көп кезде солардың тәрбиесіне уайымдаймын. Мүмкін
олармен ер жеткен, бой жеткен, ересек адамдармен сияқты сөйлесек қалай болады? Қайдам, сол өзіңізбен ақылдасып, кеңес сұрайын деп келгем ғой. Қалай қарасам да балаларымды енді өзгерте алмаймын ау, мен кешігіп қалдым ау ата. Көрем енді, сіздің айтқаныңызды жасап көрем. Бұлай қарасақ, біздің үйдегі балдар я әкесінің, я анасының тәрбиесін көре алмай қалды. Ал сен өзің туған анасы бола тұрып, қолымнан келмейді деген бос сөз ғой. Төзімді бол қарағым, шыдаса. Бекерден бекер көңіліңді босатпа, жылама. Шайыңызды алыңыз. Саған да сурет салған ұнай ма? Мен көп суреттерді салғанмын. Кім үйретті сурет салуды? Мен өнерге қатысып үйренсем, ал сен ше? Мен өзім сала аламын, ағам да үйретемін деді маған. Сендер қай мектепте оқисыңдар? 15-ші мектепте оқимыз. Сендер ше? Біз 35-ші мектепте оқимыз. Сендер аналармен бірге тұрасыңдар ма? Иә, 5 ағайындымыз, анамызбен 6 адамбыз үйде. Біз сияқты тұрады екенсіңдер. Сонда үйде басқа ешкім жоқ па? Иә, үйде ешкім қалмады. Бәріміз келді қонаққа. Жоқ, оны айтып тұрған жоқ. Басқа ешкім тұрмаймасыңдар мен дейді. Дұрыс айтады мына қыз. Иә, сон айтқысы келіп тұр ғой. Әкеміз бізбен бірге тұрмайды. Осыны естігілерін келгені. Біздің ренжітейін деген ойымыз болған жоқ. Жай сұрағанымыз ғой, ренжімеңдерші. Иә, өйткені отбасы тақырыбы біздер үшін қызық, әрі қызығамыз. Сендер қайындайсыңдар өзі? Қызыққан несі? Отбасыларың бар емес па? Соны айтам. Әлде асырап алған ба, деп па? Иә, бізді асырап алған. Түсінбедік. Қалайсың да? Түсінікті ғой енді бәрі. Түсініксіз, ештеңе жоқ, айтып тұрмыз ба? Жоқ, бұлай ғой. Сені асырап алған ба сонда? Қысқасы, бәріміз балалар үйінен келгенбіз. Бізді сол жақтан асырап алған. Сендердің туған аналарың бар. Сендер үшін қуаныштымын. Қазір көбісі туған ата-аналарын қадірлемей жатады. Қадірлеу керек қой. Өйткені сен өмірге келген адам емес пе? Сендер не деп кеттіңдер? Біздің де атамыз бізге туған ата-анамыздай болып кеткен жоқ па? Айтпаңдар олай, естіп қойса жүрек ауырады. Негізі сендерге ыңғайсызданудың керегі жоқ. Біздің бәрімізді осы үйге алып келген атамыз. Бәріміз туған бауырлар емеспіз, бірақ туған бауырлардан да артық махаббат бар бәрімізде. Атамыз жалғыз өзі болса да, көп адам жасай алмайтын әрекетке барды. Біз оған қарыздармыз. Бірақ шыны керек. Біздің өткен балалар үйіндегі қиыншылығымыздың бәрі болмаған секілді. Өйткені біз бәріміз алғаш келген кезде бар мейірімін аямай төккен. Біз туған бауысы болмасақ та бізге күшті қарайды. Мені кеше футбол үйірмесіне жазды. Енді мен өскенде футболшы боламын. Қысқасы осы, біз бір-бірімізге туған бауырлар емеспіз, бірақ туған бауырлардан да артық болып кеткенбіз. Біз де атамызды өте қатты жақсы көреміз. Ол кісі ауырып қалса жаман болып кетеміз. Сол үшін атамызды ойындатпаймыз, жылатпаймыз. Бірақ сендердің де аналарың жақсы адам секілді. Әрі әдемі екен. Сендер де өз отбасыларың туралы айтып беріңдерші. Бізге қызық, бізден ыңғайсызданбай қойыңдар. Қане? Не болды сендерге? Әр нәрсенің қайыры бар дейді ғой. Балаларымды ертіп қонаққа барғанның қайыры болып, балаларым барлығын түсінді. Қазір бәрі жақсы. Жалпы өмірде адам тек қана бақытты болуы мүмкін емес. Сол сияқты бақытсыз да болуы мүмкін емес. Жалпы Алладан үміт үзбеңіздер дегім келеді. Әр перзент осылай ата-ананың үмітін ақтап, үлкен азамат болып өссе екен. Әр адам